Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttaqin. Ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune s-salate ve mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum. Тұрсын ағаның үйіне келдік. Тұзбастауда бұл кісі молдалықпен айналысады, жаңағыдай жын шығарумен, үй тазалаумен, жара оқумен деген сияқты. Одан бөлек шүрдәрілермен айналысады. Тұрсын аға, өзіңізді қайталап бір таныстырып, жаңағы немен айналысасыз, қандай емдер жүргізесіз, соның бәрін айта кетсеңіз. Мен өзім молдамын ғой. Үй тазалау, жын шығару, адамға дем салу, үшкіру сияқты сонымен айлансам ғой. Және де мына шөпдәрімен де айлансамыз, шөпдәрі бар ішетініне. Егер мынау Тұзбастау 5 ағаш жақын жерлерде болса, үй тазалауға өзі барып неме қыла береді. Ал егер алыстан Алматының іс жағы или басқа жақтар болса, өздеріңіз келіп алып кетіп, енді хабарласасыздар ғой, соған сай жаңағы үй тазалауға бәрін келісесіздер дегендей. Ол да бір оңай нәрсе емес. Енді одан бөлек шөп дәрілеріңіз бар. Мынау не шөп? Енді бұл ашқазан өрт жолына пайдасы бар, бауыр қан тазалайды. Қан тазалайды? Жақсы, бұл не екен? Бұл қандай шөп керек? Бір-екеу болсын, бұл жерде шөп көп қой. Бірнеше түрлі шөп қой бұл енді. Одан бөлек мынау у қорғасын ба не? Мынау у қорғасынан жасалған, бұл да жақсы бұл. Тамақ ауырған, вирусқа, ангинаға, мына буын ауырғанға да жақсы кіші. Дендесі соқты шығарады ғой. Мен алтын қолыңыз бергеннен дәрі жасап жүрсіз ғой деймін одан. Не жасап жүрмін? Алтын қолыңыздан. Одан бөлек Тұрсын аға қанша жылдан бері айналысасыз осындай емшілік, молдалықпен? Көп жыл болды ғой мен айналысып. Көп жыл деген 15 жылдан аса ма? 35 жылда болды, қай жылға тап. Мынау Тұрсын ағаның баяғыдан мынау 2015-тегілері, 17-тегілері. Bu yerdегі Қазақстанға келіп 18 жыл болды мен айналысып жатқан. Мынау емшілік жайында сертификаттар, медальдар бар, куәліктер бар. Қазақстан халық емшілер жаңағы бірлестігінде біз Тұрсын ағамен бізде тұрамыз қатар дегенде енді мүшелікке кіргенбіз дегенім ғой. Зиядан ағамыздың қожамы сол кісінің жаңағы емшілер қауымдастығындамыз ғой барлығы. Иә, сол бойынша ем жүргізеді. Егер жаңағы Тұрсын ағаға хабарласып ем алғыларыңыз келсе, осы Тұзбастауда тұрады, Нарынқолда да тұрады, Нарынқолда да. Номеріңізді айтып жіберсеңіз, сізге хабарласып, қай уақытта Нарынқолда, қай уақытта? 8747 432 58 23. Осы номерге WhatsApp-ына жазсаңыздар, или хабарлассаңыздар, негізі WhatsApp-қа жаза берген дұрыс шығар, хабарласқаннан гөрі. WhatsApp-ына жазсаңыздар, жаңағыдай өзі жауап береді. Өткенде бір видео салғаннан кейін хатта андай просмотр жинап, жаңағыдай хабарласып, телефон жауап беруге үлгере алмай қалған. Сол үшін WhatsApp-қа жазсаңыздар, кезегімен жауап береді. Ал барлықтарыңызға ем болсын, жаңағы емделіп сауығып кетіңіздер.